За тэгээд хэрхэн үзэгчтэй манай энэ удаа Баян-Улгийн аймагт тэгээд исламын шашин гэж юу юм, энүүнийг мөрддөг хүмүүс исламын шашинд хүн гэж хийм гэдэгтлийн тодруулга авах гээд тэгээд саяын тодруулсан байгууллагатай байж байна. Тэгэхээр та төвчөө өөрийг нэг танилцуулаад өгөөч. Миний нэр Хавьи Октогонор хан. Энэ шашны гол үнэт зүйл гэдэг зүйлийг талаар тайлбарлаад өгөөч. Одоо бид нар бол канон дээрээс харсан ном сударцаар уншиж байгаа аллах гэдэг бурхантай аллах акбар гэдэг үгийг бол хүн болгон мэдж байгаа шүү дээ. Тэгээд эндээс эхлээд энэ яг юу гэсэн үг юм, энэ талаар тавчгаа та тайлбарлаад өгөөч. Аллах акбар деген сөздің мағынасы Аллах одан жоғары ешбір нәрсе жоқ деген мағына. İslam шашынының негізгі мағынасы адамзат баласын бұл дүниеде, ақыретте, екі дүниеде жақсылыққа бастайтын илаһи жол дейді. Алланың керуені жол. Тэгээд саний ярьсан Аллах акбар гэдэг үг нь болохоор Аллах агуу гэсэн утгатай үг. Аллагаас өөр дэш хийж байхгүй, Аллагаас агуу хүчтэй хийж байхгүй. Цаа Аллах агуу гэсэн утгатай. Ислам шашны гол үндэс нь болохоор одоо ингээ хүн энэ амьдрал дээр ч гэсэн дараагийн амьдрал дээр ч гэсэн дараагийн амьдрал гэдэг нь үүрт амьдрал болон нэг бол диваж, нэг бол тамш. Тэр амьдрал дээр одоо ингээ тэр амьдралын хэв маяг, одоо ингээ бид нар амьдарч байгаа амьдралын хэв маяг ер нь сайн үйлс үлдэхэд зориулагдсан шудраг зам. Ер нь сайн үйлс нэг өргөцсөн, сайн үйлс өрөөд идэг, ер нь сайн тэгж юмыг барьдаг. Энэ амьдрал дээр ч дараагийн амьдрал дээр ч гэсэн тийм цагийг барьдаг. Тийм одоо амьдралын хэвмэг гэж. Ер нь бол ислам шашинд бас дараагийн төрөл гэж байна. Мөнх амьдралын тухай байдгүй, дараагийн төрөл сүнс одоо энэний тухай ойлголт нь ямар байдаг вэ? İslam дінінде болғанда бұл адамзат баласы енді бұда иман деген бар. İslam дінінің 5 құрылымы адам баласының мойнындағы 5 үлкен парыз деген бар. Ол енді иман, намаз, ораза, зекет, қажы деген. Соның ішінде енді талдағанда иман дегенде өте сабақ бар. Енді өл-йаумил ахир вал қадару хайри дейді. Бұл дүниеден кейін, адам өлгеннен кейін, қабірге түскеннен бастап екінші мәңгі өмір басталады. Бұл дүние қысқа өмір. Ал бұл дүниеде адам қалай жүрді? Дін ұстанды ма? Дұрыс жүрді ме? Ана жаңағы Аллаға оған сенді ме жоқ па? Оған иман келтіріп жоқ амал етті ме? Сонысына сай өлгеннен кейін келесі мәңгі өмір жалғасады. Мәңгі өмір жалғасады деп Құранда сол Құран суда бәрін ашығынан айтады. Одан кейін қайтып мына дүние азып, дүние бірақ тозып, бұл дүние заман ақыр деген болады. Бұл дүние заман ақыр болғанда жаңа дүниеде көптеген оның енді әлеметтері бар, осы келіп жатыр. Одан бұл дүние сөнгеннен кейін екінші дүниеге, ол дүниеде адамзат жиылады. Жаңағы жұмақ тозақ жиылады. Осы екі орынға бөлінеді. Адамның рухы мәңгі тірі. Денеден шыққанменен қабірде бір қосылып, одан кейін рух әлемге өңгітеді. Осы ертең Алланың алдына бір тегіс жиылатын махшар деген жер бар. Енді бұған көптеген дәлелдер бар. Пайғамбарлардың өткен дәуірінен де дәлелдер көп бар. Біте бөлінген емес. Сондықтан келесі мәңгі өмір жалғасады. Адам өлгеннен кейін рухы тірі есепке үлкен тарихқа сомасай келесі. Одоо ингээд амьдарч байгаа хүний бидний одоогоор амьдарч байгаа амьдрал болохоор бөөнбөг амьдрал буюу. Одоо ингээд бид нар болохоор энийг болохоор хуурамч амьдрал гэж ярьдаг. Жинхэнэ амьдрал нь болохоор өөхөд бослогдсны дараа эхэлдэг гэж үздэг. Тэгээд ислам шашин болохоор нөгөө нэг бидний танд тайлбарлаж байсан шиг нөгөө 5 шалгууртай шаардлагатай нөгөө би танд хэлээд өгсөн. Тэр хүн нь болохоор тэр амьд байх хугацаанд тэр тавуулангийн биел байсан уу, тийм? Тэр сайн хүн болж чадсан уу?
сайн үйлдэж чадсан уу? Гэх мэт дараагийн амьдралд нэг асуудалч нэг шүүддэг байхгүй. Гэтэ дэлхийн ертөнцийн төгсгөл гэж байдаг. Дэлхийн ертөнц одоо ингэ хүмүүс ингэж бас орлоос нэг одоо дэлхийн ертөнц төгсөн шүү дээ. Тэгэхээр дэлхийн ертөнц төгсөд хүмүүс бүгд үхнэ. Үхсний дараа дахиад нэг газар амьдардаг байхгүй. Амьд болно гэсэн. Тэгэхэд тэр газрыг махшаар гэж ярьдаг. Тэр махшаар газарт болохоор хамгийн ихний хүнээс ахуулаад хамгийн сүүлийн хүртэл хүн нь болохоор сони нэг яг одоо амьдэрсэн гуравч амьдрал дээр юу үлдсэн? Сайн үс үлдсэн үү тий? Сони нэг тамаа шалгуураараа амьдэрсэн үү? Тэр бүгдийн ингээс насуудаар нэг шүмддэг байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг үрдийн амьдрал болох явж юм уу тамдар гэсэн үг. Тэр нь болохоор ганцхан бохно манай алах шүү. Хүний сүнс болохоор хэдийн ингэж энэ амьдралд ингэж үхээд биенээсээ гарсан ч гэсэн яг буцаж амьд учраас үрд амьдрах гэж үздэг. Ерөнхийдөө бол юм байлгүй. За 5 шалгуур байдаг гэж ярьсан шүү дээ. Энэ 5 одоо исламист хүн байхын тулд 5 шалгуурыг хангах хэрэгтэй гэж тийм үү? Ислам энэ тухай та нэг тайлбарлаж өгөөч. Бис бардын ең бірінші яг иман деген өмшілден юм. Аллаға иман келтірген оның талдаған оның алты үлкен шарты бар. Бірінші жаңағы Аллаға иман келтіру. Оның енді тағы көптеген Құран мен дәлелдер бар, оның сипаттары бар деген сияқты. Екінші шарты періштеге иман. Періштеге иман дегенде біздің айтатынымыз жаңағы оң ұйық, сол ұйығымыз екі періште бар, кираман катибин деген. Бұл енді адам баласы еркек адам 15-тен кейін, жаңағы қыз баладар, әйел адамдар 13-тен кейін Алланың өзі міндетті болып, осы жазыла бастайды. Ертең қиямет күнде осы біздің қамал дептер біткен жаңағы компьютерға сақталған іспетті Алланың алдында жайылады дегенді айтады. Ал енді одан кейін бірінші иман дедік қой, екінші 5 уақыт намаз оқу. Күнде өтуді тағынудан өргізді. Жаңағы таң намазы, бесін намазы, екінді намазы, ақшам ясу намазы деген 5 түрлі намазды оқу. Екінші. Үшінші, Рамазан айында 30 күн ораза ұстау. Осы. Енді қайтып одан 4-ші зекет бөлу. Бұл енді бай адамдар жылына бір рет дәулеттен мал, мүлік, алтын, күміс, ақша осының 40-тан біріне зекет беріп, оны кедей кепсіз адамға таратып беру арқылы ойынан түсетін бір парыз. Одан тағы бай дәулеті бар адамдар өмірінде бола ма бір рет жаңағы Мекке шығарып Байтуллаға тәуап етіп қайтып қажайында, зілқажайын осындай 5 үлкен шарт бар, осыны орындау. Ихнийх нь болохоор мусульман хүний иман буюу одоо ингээд Аллах бурхан байдаг гэдэгт итгэх, үнэмших, итгэл үнэмших. Тэр нь болохоор дотор 6 салаалцдаг. За. Ихнийх нь болохоор одоо ингээд Аллах бурхан байгаа гэдэг. Дараагийнх нь болохоор нэг сахиусан сэтгэлд байгаа гэдэг. Коран судалт итгэх, нэг их хэлчнэрт итгэх, сайн бол муу үс Аллахын зүгээс ирсэн гэдэгт итгэх, хузайд итгэх гэсэн 6. Дотор нь салаалсан шалгуур. Хоёр дахь нь болохоор Рамазаны нэг 6 сард бацаг барих. Гурав дахь нь болохоор нэг хоёр дахь нь болохоор нэг өдөр 5 удаагийн мөргөлт буюу намаз хийх. Намаз унших. Гурав дахь нь мацаг барих. Энэ 3 шалгуур нь болохоор яадаг вэ гэхээр Ислам шашны эрэгтэй хүүхэд болохоор 12-оос 15 нас, эмэгтэй хүүхэд болохоор 9-оос 13 насны дараа насанд хүрсэн гэж үзээд энэ бүгдийг биелүүлэх ёстой гэж үздэг. Яг тэрнийг биелүүлэх ёстой насанд хүрдэг гэж үздэг. Том хүний нас биш. Яг тэр насны дараах нь болохоор нэг хүний юу хийж өгдөг тийм сайн үйлс хийсэн ч муу үйлс хийсэн ч хүний хоёр зүйлс нэг гэдэг гэж үздэг. Энэ болохоор өөрийнх нь дэвтэрээр бичдэг. Бүхэн хөгтлөө. Тэр хүсний дараа нэг тэр дэвтрийн нэг асуудал гэсэн үг. Дөрөв дэх нь болохоор баян хүмүүс, амжиргаатай хүмүүс нь өөрийнхөө эд хөрөнгө, мал одоо юу тийм мөнгө хөрөнгөөс 41 буюу яг тийм хэмжээтэй мөнгө гэж буюу эд хөрөнгийг ядуу бараг улс ингээд
хандвал гэдэг бол хүмүүс туслах. Тавтах нь болохоор нөгөө нэг Арабд байдаг Мекке улсад байгаа. Тэр нэг очоод мөргөлт хийх гэсэн 5 зарчим тавьдаг. Одоо нөгөө будын шашнууд бол 10 цагаан буюу 10 хар мөргөл гэж юм ярьдаг. Тэр шиг одоо бас энэ нөгөө биелүүлэх ёстой зүйл, биелүүлэхгүй байх зүйл гэдэг 6 12 зүйл байна уу? Тэр юу? Тэр энэ бол біздің дінде Құран сулдарда және әмір еткен халал харам деген нәрсе. Харам деген нәрсе не дегенде оны істелуін мұсылман баласына кесімді түрде тыйым салған нәрсе. Ол мысалы жаңағы адам өлтіру. Екінші мысалы ата-анаға қарсы келу. Үшінші дегенде мысалы арақ ішу. Одан кейіннен жаңағы енді айта берейін, мысалы жаңа доңыз етін жеу, бауызданмаған малдың етін жеу, жемтік жеу, зина жасау, ұрдық істеу, осындай тиған нәрсе. Ал оның сыртында жаңағы әмір еткен нәрселер деген жаңағы намаз оқу, Аллаға сену, ата-анаға құрмет көрсету, жаңағы халал тамақ жеу, отанды құрметтеу деген сияқты осындай істер бар. Онда енді көп, мынау негізгі бір нәрселері жаңағы харам, халал. Тыйған нәрсе жаңағы істелуін бекіткен нәрсе, әмір еткен нәрсе деген осындай. Құран сүрт ярьсан жигээ болохоор Құран сүрт болохоор харам, халал гэсэн хоёр ойлголттой ойлголт байна. Харам нь болохоор Аллагын зүгээс бүрмөс нь одоо ингэ ислам шашин итгэж бусдын хүмүүст бүрмөөсөө хоригдсон зүйлүүдийг болохоор харам гэж байгаа. Харин зөвшөөрсөн зүйлүүдийг болохоор халал зүйлүүд гэж байгаа. Одоо тэр Құран сүрт болохоор маш олон жишээ авсан болохоор ерөнхийдөө болохоор нэг хүмүүс тайлбарлахууднаас их хэдгэнийг тайлбарлаад байна. Одоо шинэ харам гэдэг тэр нь болохоор хамгийн дөрөвт нь алах. Хамны хэрэгт оролцох. Ботлоо гэх. Аав ээжийг хүндлэхгүй байх, аав ээжийг эсэргүүцэх, архит амь хэрэглэх, хаймах хэрэглэх. Одоо зина хийх буюу одоо нэг гэрлээгүй хүмүүс бие биентэйгээ дэлхийн харьцаанд орох гэх мэт. Тийм зүйлүүд нь болохоор харам буюу хориглох зүйл байна. Халал зүйлүүд нь болохоор одоо ингээд аав ээжийг хүндлэх, их орноо хүндлэх, их орноо хамгаалах, эрүүгийлэгч өгнөлөх. Юу гэдэг саний нөгөө нэг мөргөлд хийх гэх мэтлэн ингээд зөвшөөрсөн юмнууд байна. Тэгэл ингээд хоёр хуваасан. Тэр нь болохоор маш олон болохоор ингээд саний хэдэн л дуртай төгсөн. Энэ болохоор Құран сүрт бүрмөс нь ингээд ингээд тайлбарлаад бичсэн байна. За Монгол улсад энэ исламын шашны дэлгэрэл тэр нь одоо ямар төвшин байна. За баярлалууд байгаа казах иргэд энэ шашинда хэр зэрэг эзэлж байна. Бұл енді бір кезде енді келіс керек болды ғой нәубет құрмады. Нәубеттен кейін бір 70 жыл тыйылды, 90 жылдардан бастап қайта діннің есігі ашылды. Енді о кезден қарағанда қазір енді бір жама жақсарды. Көбінде жастарымыз жақсы. Мысалы жұма күні жұма намазға келеді. Көбі қазір жақсарып, күннен күнге енді молайып саны құлшылық еткен адамдардың осылай болып келе жатыр. Көрші елдерден де жаңағы білім алғаны бар, өзімізден де білім алғаны бар. Көбінде енді студент жастарымыз болып, күннен күнге құлшылық ететін адамдардың саны артып, әжептәуір жақсарып келе жатыр. Нөгөө нэг дээр нөгөө нэг эсрэгүүгээд нэлээд юм болсон шүү дээ. Тэрээс хойш ер нь бол нэлээд муу байсараа 90 оноос хойш дахиад буцаад ингээд дэлгэрэнгүй болж тарагдчих эхэлсэн гинэ. Одоогор болохоор ингээд оюутнууд залуусууд ингээд маш ихээр ороод ингээд гаднаас оролцож ирж байгаа нь байна. Эндээс ингээд суралцаа явуулж байгаа нь байна. Одоо нэг хүмүүсийн болохоор хувь нь болохоор харьцангуй их болж байгаа гинэ. Гэтэ ер нь сайхнасаа л ингээд дэлгэрэнгүй болол манай энэ улсад ингээд явах цааштай явж байгаа. Та одоо ислам шашны зүтгэлтний хувьд таны ирээдүйн мөрөөдөл зорилго одоо юу? Юуны төлөө та энэ ажлыг хийж байна? Дос бүлэдэг құнды жақсы сұрақ екен. Жалпылама біз енді ата бабамыздан бері, әкемнен одан бері дін ұстаған адам болды. Екіншіден Түркия мемлекетінен де діни оқу оқыдық, өз әкемнен де оқу оқыдым. Біздің негізгі мақсатымыз
ол дүниеге үлкен сауап жинау. Бұл дүниедегі адамдарға дұрыс тәрбие айту, дін уағыздау, сол арқылы көптеген жастарымыз дұрыс жолға түсетін болса, жаңағы қарам болған арақ, Құдайға қарсы келу деген, ата-ананы құрметтемеу деген сияқты қарам болған істер радиоден де уағыз нәсиетті қаттан да көп айтамыз. Бұның мақсаты біз келешек өзіміз кетсек те артқа дұрыс із қалдыру. Бір адам болса тәрбиелеп дұрыс жолға салып кету деген бұл мұсылмандар мойнындағы бір парызы. Сол тұрғыдан да осы бағытпенен жаңағы шаманың келісінше енді өле-өлгенше деп айтуымызға болады, осы дінге қызмет атқаратын осындай қойған негізгі мақсат. Энэ бол казах хүний өвөг дээдсээс нь ирж байгаа шашин төлөвлөмжил. Манай энэ тэр хүний өөрийнх нь аваас авсан мэдлэг, тэгээд Туркт очоод авсан мэдлэг энэ шашны талаар тийм. Энэ шашны тэг яагаад ингэ дэлгэрүүлж ингэж яваад байгаа юм бэ гэхээр хүүхдүүдийг одоо ингэ хайч үеийг болохоор ингэ зөв замд оруулах болж өгвөл аав ээжээ хүндэтгэх тийм зөв замд орох, арх тамхинаас хоол байх, саний нүгний хэлсэн хэд харамнаас хоол байгаасаа гэсэн үднээсээ энэ шашныг цаашдаа дэлгэрүүлж төгөөж яваа гинэ. Тэгээд аль болох одоо ингэ тав дахь болгоны нүгнийг бид нар мөргөлт ингэсэн шүү дээ. Тав дахь болгоны тэр мөргөлтөн дээрээ хэлнэ, нэвтрүүлгээр хатанаас хэлнэ гэд энэ бүгдийг болохоор хайчуудын ингэ энэ шашныг авч үлдэх зөв замаас яваарай гэх үднээс тэгээд нүгнийг дараагийн ертөнцийн дараагийн амьдрал дээр их буянтай яваасаа гэсэн үднээсээ ингэ явж байгаа гинэ. Тэгээд мөрөөдөл нь болохоор болж өгвөл хөөхтлийн шашныг ингэ дэлгэрүүлж тарааж яваа л. Та Коран сударт байгаа тэр бүх шаардлагуудыг бүгдийг одоо судалсан, бүрэн бүгдийг хангаж чадж байгаа өөрийн биеэрээ тэрийг мөрдлөж хангаж чадж байгаа юу, эзэмшиж чадсан уу гэж. За сизгээ Коран гэдэг яг тийм нәрсүүд гэдэг. Барлығнаас өзіңізді тиіп жүрсіз ба дейді. Тиялып жүрсіз ба. Сосын ішіндегі жаңағы істедіп міндеттеген нәрселердің бәрін тиялып жүрсіз ба дейді. Енді шаманың келісінше бірден оқығаннан кейін бірден енді қолған болғанда Алла тарапынан түсірілген бізге негізгі заңдылық. Осы заң бойынша жүріп жүрміз шаманың келісінше жаңағы істерден. Енді бір айтатын болсақ жаңағы оруды қойып ғайбат, арақ, осын енді үйге де кіргізбейміз, бала шағаға да айтып, басқа халыққа да айтып, енді үстіп жүрміз. Енді ол жаңағы 5 уақыт жаңағы біздің мойнымызға жүктелген әмірді орындап келе жатырмыз. Мен енді 20 жасымыздан бастап қол жүгіріп өткенбіз. Күні бүгінге шейін 5 уақыт намаз оқып, өзіме имам болып көптеген адамға уағыз насихат айтып, осымен дұрыс жолға салу бағытында келе жатырмыз. Енді жаңа қарам болған істердің бәрінен шегініс беріп, оны орындамай, басқаға да үлгі етіп айтып, үстіп келе жатырмыз. Энэ Коран судар нь болохоор Аллахын зүгээс манад ирсэн. Хөл өдөрлөг хэлмэг гинэ. Тэгээд өөрөө болохоор 20 наснаас эхлээд тэр хариуцсан харамнуудаас хол байж одоо ингээ гэр бүл үр хөвгтдээ бүгднгээс ингээ хол байлгаж бүгдэнд зааж өгч. Тэгээд хамаатан саатан ахын дүүс тайлбар хүмүүстэй ингээ энэ төрж байгаа бүх хүмүүст ингээ зааж өгч аль болох хариулсан надаас ингээ хол байж гинэ. Хол байгаа гинэ. Одоо ингээ өөрийнх нь одоо байж болох хамгийн сайнараа хичээж байгаа л. Тэгээд тэр нэг үр хөвгт нь болохоор ингэж битгий ингэж арх тамхи хэрэглэх битгий тэр нэг хийхгүй гэсэн юм надад битгий хий гэж тэр тэгээ бүгд ингэж одоо жоохон байх гэсэн л ингэж зааж өгч сургаж яваа гинэ. Одоо манай бидэрт юу гэдэг те будын шашинд ч юм уу ер нь одоо энэ бясалгал бүх юм тийм гэгэрлийн тухай ойлголт яриад байгаа. Та өөрийнхөө шашнаар тэр гэгэрсэн хүн мөн үү? Бұл енді жаңағы дінде болғанда жаңағы Аллаға сеніп барлығына бірлігіне сеніп өлгеннен кейін қайта өмір барға сеніп сосын кейін 5 уақыт жаңағы құлшылық етіп намаз оқып осылай жүретін болса ол адам күнәдан тазарады, ертең Алланың алдында пәк болып Алланың дайындаған жұмақ дейді ғой. Осыған барады деген бағытпен осыны үміт етіп енді Аллаға жалбарынып құлшылығымыз етіп кетіп бара жатыр. Бірақ кесіп айтқанда мен күнәдан бірақ арылып кеттім деп өйтіп айту біз үшін қиын болады. Өйткені ол енді Алланың құзырындағы нәрсе. Соған сәйкес болады, бірақ енді содан үміт етіп біз енді Алланың жақсылығын Алладан күтіп шама келсе қаза қылмай
бес уақыт намазымызды оқып, дін уағыз насихатымызды айтып, осы жолмен кетіп отырып өлетін болсақ, енді ол дүниеде Алла тағаланың жақсылығы болады ғой деген ниетпен ингээд би өөрийгөө нэг тийм нүглээс нэг амжилтсан ингэж ярьж болохгүй гэнэ хэлж чадахгүй гэнэ. Яагаад вэ гэвэл бид нар жижиг сайжиг байсан ч гэсэн нүгэл хийж дээ. Хизэж байгаа ингээд нэг явж байгаа одоо өөрөөхөө мэдлгүйгээр нүгэл хийдэг учраас тэгээ нэг бид нар болохоор доторх нэг тийм итгэлтэй явна гэнэ. Аллах хаас үрд гэлсэн. Надаа итгэхэд Аллахт итгээд нөгөө нэг мөрд гэсэн мөрдөлтөө хийгээл өргөлтөө хийгээл уушгисан юмудаа уншаал Коран судраа уншаал Аллахт итгэл явж ивэл дараагийн амьдралдаа нөгөө нэг диваачнд орно гэсэн нэг тийм Аллахын хэлсэн үг байдаг хгүй. Тэр үүнд нь итгээд бид нэр доторх нэг тийм жижигхэн итгэлтэйгээ явна гинэ. Тэрнээс бид нэр ингээд нүглээ намжицсан нүгэлгүйхэн гэж өөрөө хэлдэггүй. Бүгд гэсэн нэг тийм өөр ингэсэн жижиг сажиг байсан ч гэсэн нэг тийм нүгэлтэй байдаг. Тэр нь болохоор уучлахгүй Аллахын мэдлэг учраас бид нар ингээд өөрсдөө тэгж ярьж чадахгүй. Зүгээр нэг тийм доторх нэг тийм жоохон итгэлээр л ингээд явнаа. Та Монгол улс төрсөн үү? Монгол улс төрсөн. Би зүгээр яг сонирхож байгаа шүү. Одоо та казак нэгдүгürt 20 дугаарт Монгол улсын иргэн 3 дугаарт Аллах бурханд итгэж байна. Алийн одоо эренбэл гэх юм бол алийн энэ тэргуунд одоо эренблэх вэ? Тээтсэн санаа Монголда туулдагс Монголоос амаатсан. Сосонгийн нэгэн казахсан. Шинчээ. Жаагаар Аллахын ос шүүн бой эртээ бір екі үштэй оронгоо байдıysa қайсын бір екі үшке қоясың. Енді бұл ең бірінші енді Аллаға сену қоямыз. Екінші бірден енді жаңағы енді дініміз ғой енді. Ол дінімізді ұстаймыз. Үшінші мына Моңғол мемлекетінде отырмыз. Бұл мемлекетті құрметтейміз. Бұған бағынамыз. Бұл мемлекетіміз үшін үлкен жақсылықтар болды. Кең бейбіт өмір сүріп жатырмыз. Осыны енді үшке кіргіземіз. Қазақ дегенде екі ой бар. Қазақ дегенде ол қазақпыз ғой, ұлтымыз қазақ. Енді бұда бүйтіп айтады. Мысалы, біздің атамыз қазақ. Аллаға, пайғамбарға сен, Алланың құлымын, пайғамбардың үмбетімін, мұсылманмын дейді. Енді мұсылман, қазақ екеуі бір болып отыр. Сондай. Мен сонда бірінші дінімізге Аллаға сенеміз, екінші ұлтымыз қазақ, үшінші онда мемлекетіміз Моңғол мемлекеті, осының заңына бағынып, осының суыншы, осының қызметінде мысалы, бейбіт жақсы өмір сүріп жатқанымызға шүкір етіп жүрмін. Хамгийн дөрөнд болохоор нэг Аллах итгэлээ төр тавин гинэ. Одоо ингээд мусульман болон казак гэдэг хоёрыг бие биенээ дагуулж явдаг гэж байна. Казак болж төрсэн хүмүүс нь дийлэнхтэй мусульман байдаг. Аллах шашинд итгэдэг тийм. Тэгээд тэрний араас нь болохоор улс орноо тавина гэж байгаа байхгүй. Яагаад вэ гэвэл бид нар одоо ингээд казак хүмүүсийг бид нар тийг оруулаад бид нарыг одоо эрхлүүлээд бид нарт ингээд газар өгөөл бид нарыг ажилд аваад бид нарыг одоо ингээд бүх юмар хангаж байгаа учраас бид нар энэ улстай баярлал талархал улсын хууль журам одоо хууль дүрм бүгдийг ингээд дагаал явнаа л. Та бурхан залбиртаа Аллах бурхан залбирхтаа дотроо ямар үг бодож юу гэж одоо залбирдаг вэ? Тэр бас энэ манай бид нар бол тэнгэлтэй өргөдөө мөх хөхтөнгөрм ээж гэх юм уу тэгээд өргөлөө цайсан нөхө ээж өргөдөө. Иймэрхүү ямар зан бол бұда енді біз құлшылық еткенде мына Құранның сүресі ғой Құран. Соның ішінде Ияка нағбуду ва ияка настағин деген бір аят бар. Бір өзіңе ғана Алла, бір өзіңе ғана құлшылық етіп, бір өзіңнен ғана жәрдем тілеймін дейді. Осындай бағытпенен енді құлшылық еткенде Алла әкбар дедік қой. Алла әкбар деген Алла енді ұлық. Алланың құзырында тұрмын деп жаңағы осылайша құлшылық етеміз. Біткен ішке жөн дүниемізді соған аударып, дүниені артқа тастадым деген мағынада құлшылық. Бір өзіңе құлшылық етіп, бір өзіңнен ғана дуа жәрдем тілеймін. Коран судрт болохоор ияка нағбуду ва ияка настағин гэдэг нэг тийм өгүүлбэр байдаг гинэ. Тэрний утга нь болохоор би зөвхөн чамд мөргөн, би зөвхөн чамаас л тусламж гуйна. Би зөвхөн чамд хамааралтай. Тэгээд нэг мөргөлтөө ихтэй Аллах чи агуу гэл Аллахыг ингээд агуу болгоод зөвхөн тийм
юмыг баримтлал Аллахаас тусламж угаал бидний зүгээр Аллах ганц тэр бурхан гэл тийм их хөлтэй л нөгөө нэг залбирлуулдаг гинэ. Исламист хүний нүглээ яаж намжилдаг юм бэ? Одоо бид нар ч нь бол хүнд ингээд үзмөрчд үзүүлээ, тийм засал хий, ийм ном уншуул, ийм өргөл өрг, ийм гал тах гэдэг тийм юм үйлдэл заавал байх аа. Бізде болғанда да ондай көрсеткіш жоқ. Бізде болғанда әрбір адам өзі Аллаға және құзырына шығып өзі құлшылық ету керек. Сол арқылы болмаса Құранда тағы Әла тәзирату вәзирату юзра хура деген бір тармақ аят бар. Бұда болғанда ешкімнің күнәсін көтеріп ала алмайды. Тек қана өзінен сұралады деген мағынада. Сондықтан ешкімнің біз біреудің күнәсін кешіртіп аламыз, кешіреміз дегенге келмейтін нәрсе. Өзінің құлшылығымен, өзінің Құдайға жалбарысымен ғана болатын нәрсе болғандықтан әркімнің өз басымен. Манай шиш тулаар тодорхой юм одоо гинт гэсэн юм байхгүй гинэ. Хорон судалт хийсэн шиг хүн өөрийнх нь нүглийн тухай өөрийнх нь нүгэлд өөрөө л асуутна. Хинч бусдын нүгэлд хариуцлага тооцохгүй. Хинч бусдын нүгэлд өгүүлж авдаггүй. Тийм учраас нөгөө нэг бид нэр тэр хүний нүглийг нь болохоор ингээд уучлуулж өгнө, хөндлөж өгнө гэсэн юм байхгүй гинэ. Тэр хүн өөрөө л тэр Аллах бурхнаас уучлалтай хөл мөрөлтийг хийхэд л болно гэх. Хинч таныг одоо ингээд таны нүглийг би хариуцахгүй, биний нүглийг та хариуцахгүй тийм. Миний нүглийг та намжиж өгөхгүй, таны нүглийг би намжиж өгөхгүй гэдэг. За зөвхөн өөрийнхөө биеэр л өөрийнхөө нүглийг Аллах бурхнаас уучлалтайгаар мөрөлтөө хийгээл тэгэл нүглийг намждаг. За сайхан яриа өгсөн танд баярлалаа. Та Монголын ард түмэн болон одоо сонсож байгаа энэ бүх хүмүүст казакууд одоо бид манай Facebook сошиалын дагж байгаа хүмүүст хандаж нэг сайхан өрөөл айлдаач. Сэгэж яг Мәлімет берген зэрэг рахмет дейді. Сөсөж яг мысалы осы мемлекетіміздегі азаматтарға, осы қазақтарға және мына кісінің әлеуметтік желісіндегі бұл кісіні танитын адамдарға барлығына бір бата еміне берсеңіз дейді. Енді бұл бізден бүйтіп сұрақ, енді үстіп, тәлім-тәрбие жайында көпке айту мақсатында келгеніне мен де көп рахмет айтамын. Сондықтан біз енді реал Моңғол мемлекетінде отырмыз. Енді Алладан тілеріміз осы мемлекетіміз аман болсын. Отанымыз тыныш болсын. Отанымыз Алла Тағала қауіп-қатерден, қайғы-қасіреттен, сондай бір қиыншылықтан сақтасын. Сыртқы жаудан, ішкі даудан дейміз, осындайдан сақтасын. Келешек ұрпағымыз жақсылықтан жолында болып, мына отанымыз өркендеп, жақсы бір тіршілікте болуды моңғол, қазақ бәрімізге Алла Тағала нәсіп етсін деп Алладан тілейміз. Биднээс ингээд асуулт авч ингээд монгол хүмүүст ингээд түгэж аваад баярлалаа гинэ. Тэгээд энд байгаа монгол улс ямар нэгэн гай зовлон зудаас хол байг хожим маань сайн замд яваасаа Монголын хөгжил цаашдаа улам хөгжөөсөө бид нар Казак Монгол гэдэг энд байгаа энд амьдарч байгаа бүх хүмүүс ингээд цаашдаа жаргалтай илүү их тавин эвтэн найртай амьдраасаа энийг Аллах бурхнаас хүсье өрөе гэл. Таарлцглаа. Энэ байдаг. Туслах имам, тэргүй имам тэгээд тэрнээсээ дэше муфти гэж байдаг. Одоо тийм холбооны тэргүүн гэсэн үг. Одоо ингээд мусульманчуудын холбооны хариултны тэргүүн. Тэр хүн нь болохоор муфти гэж байна. Мань хүн нь болохоор одоо ингээд 92 оноос шах нөгөө тэргүүн имам маань ажиллаж чад одоо туслах имам ажиллаж чад. Гэтэ өөрийнх нь болохоор тайд нөгөө сэнээс асууж байгаа. Тэр нь бол хоёр дахь цолгой тэргүй юм цолтой. Гэхдээ ер нь бол нэг цол молор ярьдаг.